Сәлем достар, менің есімім Мизанер Сайын, және де бұл Бюро баскет арнасы. Мен 29 қазан күні өткен Ювентус және Барселона арасындағы ойынға шолу жасаймын. Бұл ойында Пирло 4 защитник, 3 полузащитник және 3 атакующий ойыншылар шығарды. Және де сіздер Ювентуске осы жылдан бастап қарай келетін болсаңыздар, олар 3 защитник ойнайды. Себебі оларда Александро травма болып, оның орнына Данил ойнайтын болды. Бірақ бұл ойында Пирло 3 защитник қойса, ойсыра ұтылатын білді де 4 защитник қойды. Алғашқы 15 минутта қарайтын болсаңыздар, Квадрадо атакаға мүлдем қосылған жоқ, Данило екеуі артқа қалды. Өйткені ол жерде Кулисевский мен Дибала екеуі бір нәрсе істеу керек болды. Және де менің түсінбейтінім, Пирло, Кулисевский, Дибала, Квадрадо үшеуін 20 минуттардан кейін үшеуін бірге қосырды да, ал Альба жақта, Барселона левый защитник жақта 3 адам жүрді. Бірақ тым креатив жоқ. Үшеуі түк істеген жоқ. Үшеуі бір-біріне просто кедергі жасап жүрді, болды. Ал Барселонаға келетін болсақ, Барселона алғашқы минуттардан бастап допты өздеріне алып, және де алғашқы бір 10 минутта владение мячом бір 60-40 болып қалды. Барселона допты істеп, және де бір алғашқы 10 минутта Гризман және Пьянич екі қолдан тықып тастау керек еді. Бірақ Барселона өз моменттерін тыққан жоқ, интрига қалды. Бірақ ары қарай Месси допты орнынан алып, Дембелеге пас берді, арғы флангта жүрген Дембелеге пас берді, және Дембеле бір адамды алдап, алыстан тебе салды. Әрине, бұл везение болып қалуы мүмкін, бірақ Барселона бір голға ойнады. Ювентус бәрі 3 гол тықты дейді, бірақ 3 голдың бәрі явны офсайд болды. Марата, бәрі айтады, неге Марата Пирло алды деп. Өйткені Марата баспен жақсын дейді, және ол Роналдуға пас беріп ойнайтын ойыншы. Мысалы, оның орнына Суарес или Икардиді алатын болсақ, олар үйтіп ойнамайды, олар өздері де гол тыққысы келеді. Ал Марата ол пас беріп, ассист беріп, баспен де ойнай береді. Марата өзінің интервьюінде айтқан, маған гол тығу маңызды емес, маған самый главный титул ұтқан маңызды деген. Және де, бірақ Пирлоның центр форвардты, ол офсайдта бүйтіп, офсайдтың жанында жүретін ойыншы. Сіздер Динамо Киев және Ювентус ойынын қарайтын болсаңыздар, ол бірінші гол тыққан кезде Марата, ол офсайдта болды. Бірақ қақпашыдан отскок болғаннан кейін ол добивать етіп жіберді. Енді Барселонаның составына келетін болсақ, Барселона өзі Куманның келгеннен бері 4-2-3-1 схемасынан қайтқан жоқ, сол составпен ойнай береді. Бірақ бұл матчты Пике ойнамады, Пикенің орнына Араухо ойнады. Және де бұл жерде полузащитниктерде Де Йонг пен Пьяничті мен Бускетсті күттім, бірақ Пьянич бұрын Ювентус ойнағаннан кейін Ювентустың слабый жерлерін біледі. Содан кейін айта кететін болсақ, екінші таймға айтатын болсақ, Араухода травма болды. Араухоның орнына Бускетс шығарды, бірақ Бускетс центральный защитник ойнаған жоқ, Де Йонгты жіберді. Мен сол кезде түсінген жоқ, неге Ювентустың бапкері Пирло тез заменаларды істемеді. Заменаларды Пирло 70 минуттарда кейін істеді. Мен 60-65 минуттарда тез істеп тастайтын едім да, сол кезде гол тығуға мүмкіндік болатын еді. Себебі Де Йонг ол центральный полузащитник, ол центральный защитник емес, полузащитник. Гол тығуға момент бар еді, тықпады. Бірақ айта кететін болсақ, Ювентусте 0 ударство бар, ал Барселонада бір 8-9 ба болды. Барселонаның ойыны туралы айта кететін болсақ, Барселона, как всегда, допты өздеріне алды, Месси, Альба, Педри арқылы шықты да, көп моменттер создавать етті. Әрине, Барселона тез моменттерді гол тығып тастағанда бір 5-0, 4-0 болатын еді. Бірақ Барселона бір моментте Фати допты алды да, пустой ортаға тебе салудың орнына ол Брейтвейтке берді да, тыққан жоқ. Әрине өкінішті, бірақ солай болды. Және де мен айта кететін болсақ, Барселона бүкіл өз оборонасынан атакаға шығу үшін Педриді пайдаланды. Өйткені екінші таймнан бастап Квадрадо ол алдыға шығып бастады. Алдыға шыққаннан бастап ол жерде зона пайда болды. Ол зонаға Альба барды, Альбадан кейін Пьянич барды, Педри барды. Және де екінші таймда мұқият қарап отырсаңыз, бүкіл атака левый флангтан кетті. Бұл ойын туралы қорытындылап кететін болсақ, Барселона уверенно победа уверенно ұтты.
жұтты Ювентуске Роналду керек болды. Роналду болғанда ойым мүлдем басқа болатын еді. Және де Ювентус қалай ұтуы мүмкін еді. Мен Кулисевскийдің орнына Артур Мелоны қоятын едім да. Формасы жақсы жаман болмасын, бірақ ол Кулисевскийден жақсы ойнайтын еді. Өйткені ол прессингке де істемейді Кулисевский, Артур Мело ол хотя бы сбалансированный болатын еді полузащита. Сол кезде нормальный ойын болатын еді. Ал Барселонада бәрі жақсы. Менің ойымша Барселона осы жылы тек қана Ла Лига қызық емес, өйткені Ла Лигадан олар әр жыл сайын алып жүр. Олар осы жылы ЛЧ-ны алуға бәрін салады. Ювентуске енді левый защитник алу керек, енді Даниломен жүре беретін болса, енді ол жақсылыққа апармайды.